Алла тағала бұл дүниеде еркектерге жібектен киім киіп, алтын тағуға тыйым салған. Бірақ Құранда жұмақта жібектен киімдер кигізіліп, алтын білезіктер тағылатыны айтылады. Жұмақта әйелдер болмайды ма? Болады. Ендеше неліктен ол жақта әйелдерге алтын білезіктер тақпасқа? Бірақ бұл сұрақтың өзі негізсіз, себебі олардың өздері айтады. Бұл осы дүниеде тыйым салынған, ал о дүниеде тыйым салынбаған деседі. Онда сұрақтың мәнісі неде? Олар тыйым салушы туралы. Неліктен ол осы дүниеде тыйым салды, және неге о дүниеде тыйым салмайды деп сұрақ қоюды. Бұндай сұрақтың тууына не себеп? Тыйым салу Алланың иелігінде, тыйымды жою да оның құзырында. Сондықтан ондағы жалғыз нәтиже бұл дүниеде кимейсің, о дүниеде киесің. Екіншіден, мен басында әйелдер туралы сұрақ көтерген едім. Өйткені о жақта, жәннатта әйел мен еркек бірдей болады. Жыныстық айырмашылық болмайды. Шатырларда тұратын хурлар бар. Бұндағы хур сөзінің аудармасы тек қыздар немесе әйелдер емес. Араб тілінен сөздігін алып қараңыздар. Хур сөзі екеуіне де бірдей айтылады. Бұл атаудың жынысы жоқ. Еркектерге о дүниеде хор қыздар беріледі, ал біз не істейміз деген әйелдердің уайымы негізсіз. Өйткені әйелдер о жақта еркектермен бірдей қатысады. Олар жолдас болады. Бірақ оларда жыныстық қатынас болмайды. Жыныстық қатынассыз, жыныстық қатынас ләззатынан мың есе артық ләззаттарды Алла тағала бере алады. Өйткені ләззат алудың түпкі қайнары адамның миында, санасында. Ол адамның ойларын жазып, орын алған оқиғаны қызыққа айналдырады. Әйтпесе, ол оқиғада өз алдына ештеңе жоқ. Қазір Боснияда болып жатқандай зәбір шеккен бір әйелді зорлап жатыр. Бұндағы іс-әрекет ерлі-зайыптылардың төсекте қосылғаны секілді. Заттық тұрғыда айырмашылығы жоқ. Бірақ біріншісінде өте ауыр азаптау болса, екіншісінде Алланың берген ләззаты бар. Ләззат немесе жиіркеніш мидың қалай қабылдауына байланысты. Бір адам бір нәрсені жейін дегенде, одан жағымсыз иіс шықса, ол одан жиіркене бас тартады. Ал басқа біреу сол нәрсені жегенді жақсы көреді. Ағылшындардың жейтін кейбір тағамдарына біз шыдай алмаймыз. Біз пісірілмеген теңіз тағамдарын көрсек құсқымыз келеді. Бірақ олар оны рахаттанып жейді. Қытайлықтардың жейтін жұмыртқаларының иісі мүңкіп шықса, бұны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Және олар өте қымбат тұрады. Олар оны нанға жағып жейді. Және олар оның иісін, біз маринатталған қиярдың иісін иіскегенде иіскейді. Біз оларға күлеміз, олар бізге күлетін болар. Біз бейшаралар, дәмі жоқ тамаққа ащы бұрыш қоспай жеп жатыр дейміз. Ал олар бізді иісі жаман, дәмсіз тағамды жейді деп ойлар. Сондықтан әр адамның өз рахаты бар. Өйткені шешім ауызбен емес, мимен қабылданады. Ауыздан тек хабар жеткізіледі, одан басқа ештеңе емес. Сол нәрсе жақсы ма, жаман ба, ол мидың ішінде шешіледі. Сондықтан кейбір адамдар, мысалы бельгиялық бір мырза, осы сұрақты арттан қалмай қоя берді. Ол жәннатта жыныстық қатынасқа түспейтініне қатты таңырқады. Оның бар ойлағаны, енді ол жаққа барудың не қажеті, не қызығы бар деді. Мен оған Құдайдан қорқу керектігін түсіндірдім. Өйткені бұл дүниеде де ләззат алу сіздің қолыңызда емес. Егер ми оны қабылдап, сол нәрсе жақсы ма, жаман ба екенін шешпесе, сіз ешқандай ләззат ала алмайсыз. Сізге ләззат керек, ал Алла ләззат алуыңызға кепілдік береді. Рухани ләззат Алланы зікір етуден, еске алудан табылса, ол да ләззат қой. Және бұл ләззатқа ие болғандар дүниелікті ойламайды. Сондықтан жәннатта қандай жыныстағы адамдар болатыны турасында көптеген әңгімелер бар. Бұлардың бәрі ойдан шығарылғандар. Ең бастысы онда рахат пен шексіз ләззат болады, және ол мәңгілікке жалғасады.
адам онда не болатынын елестете де алмайды. Ондағы ләззат осы дүниедегіге ұқсайды, бірақ ондай болмайды. Ол ұқсас болады, бірақ бұл дүниедегідей болмайды.